Махаббат ертегісі 13 бөлім. Бүгінгі бөлімде өте қызықты эпизодқа толы болады. Жуынып отқан Жамписаға Махир аяқ астынан кіріп келеді. Оның сондай әдемі мүсініне таңғалады. Қандай керемет мүсін деп ерекше көзқараспен қарап тұрған кезде Жампиза байқап қояды. Шық, Махир, есің дұрыс па? Неге сықылап қарап тұрсың? Шық, қане, шық деп айқай салады. Ақырын Махир шығуға тура келеді. Одан кейін оның қарсыласы осы кісі Сланың атасы келеді. Махир әлі де ештеңеден бейхабар тұғын. Сланың атасы келіп, сен әкеңнің бірнеше жыл бұрынғы кегін, яғни сенің анаң алған менің қызыммен үйленем деп отқанда, енді сен менің немереме үйленесің. Егер үйленбейді екенсіңдер, отбасыңмен, әулетіңмен қоса жаназаға дайындала беріңдер. Мен сендердің шеттеріңнен атып өлтірем дейді. Махир ойланып көрем дейді, бірақ шынымен де Слаға үйленетін болып шешеді. Жылап отқан Сла барлығы жинап отырады, енді қандай хабар болады екен деп. Сланың бұрынғы енесі қуанады. Менің Кемалым дүниеге келеді, ол келу керек дейді. Осы кезде Сланың әпкесі айқайлайды. Сенің есің дұрыс па? Қайдағы Кемал деп жынданады. Ал барлығына енді ғана түсініп жатқан Жампиза не дерін білмейді. Осы кезде жаңалық келеді. Кемпір атып тұрады. Шынымен Махир не істеді? Келісті ме? Сланы келін етеміз бе дейді. Ал Махирдің ең кенже ағасы, Махир бәріне келісті. Енді Сла біздің келініміз болады. Жақында той болады дейді. Осы кезде Сла Жампизаға біртүрлі көзқараспен қарайды. Барлығы қуанып мәре-сәре болып жатқан кезде Жампиза ашуланып шығып кетеді. Жылайды сыртқа шығып, мен не істедім, енді қайттым. Бұл қалай болғаны? Махир шынымен де мен тастап кетті ме? Тағы да маған құр уәде беріп босалтап кетті ме деп сыртқа шығып жылап тұрған кезде Сланың отбасы шығып бара жатады. Тағы да Сла өте жаман көзқараспен Махир мендік деген секілді қарап кетеді. Ал мұнда Махир не істерін білмей атасымен ойласып отыр. Енді қайттым, мен не істеймін дейді. Жалғасы бар.